Барлығыңызға сәлем, барлығыңызға ассалаумағалейкум. Бұл кіріспе видео, яғни бұл сабақ емес. Бұл видеода сіздерге не үшін барлығыңызды жинадым, неге осы курсты вообще аштым, және бұл курста не үйренесіздер, барлығын айтып, бастамас бұрын кішігірім мотивация беріп жібергім келіп тұр. Именно сізді осы курста көргеніме өте қуаныштымын. Шынымен неге білесіздер ма? Өйткені сіз жай адам емессіз да, сіз өмірімді қалай өзгертсем болады, қалай әлеуметтік жағдайымды, материалды жағдайымды жақсартсам болады деген ізденістегі адамсыз. Сондықтан да сізді көргеніме шын қуаныштым, маған сондай адамдар керек та, прям ізденісте жүрген. Енді бұл курстың мақсаты не? Мақсаты біреу ғана, елдің көзін ашу, бизнес, сауда деп айтайықшы. Сауда жасағысы келеді, бірақ қалай екенін білмейді, неден бастау керек екенін білмей жүрген адамдарға жол көрсету. Және ең бастысы, жай сауда емес, заманауи дейді ғой, заманға сай сауданы үйрету. Заманауи сауда дегеніміз не? Заманауи сауда дегеніміз қалай ол вообще? Не үшін олай айтып жүрмін? Бұрында сауда қалай жүретін еді? Содан бастайықшы. Мен өзім білетін сауданы айтайын. Сауда бастау үшін бұрында ең бірінші базардан орын іздеу керек. Одан соң сол орынды товарға толтыру керек, ол миллиондаған ақша кететін. Сосын ол өте ма, өтпей ма, Алланың өзі біледі. Және күннің суығында, жаздың ыстығында жаныңды қинап, соны сату. Мен өзім кішкентай кезімнен саудадамын. Кейін құсқым келетін болды саудадан. Бірде бар, бірде жоқ деген сияқты ғой. Но мен сауданың өзін жек көрмейтін. Сауданы жақсы көрем, бірақтан үлкен еңбекті тиын үшін жасайсың да. Тиын дегенім қазір отырып базарда сауда жасау деген мен үшін құлдық сияқты болды. Бұрын сауда осындай еді да, сондықтан көңілім қалып мен кетіп қалдым. Ал заманауи сауда дегенді вообще қайдан алдым мен? Соны түсіндірейін. Осыдан бір жыл бұрын бір жігітпен танысам. Енді жас бала, жасы 22-де екен. Машинасы бар. Еще маған айтып отыр, Алматыдан мінекей үй алайын деп жатырмын депші. Маған қызық болды, мынау не жұмыс жасайды, қайдан ақша табады деген сияқты. Сұрастыра келе, сөйтсем ол маркетплейстерді сауда жасайды екен. Сіздерге түсіндіріп кетейін, вообще маркетплейс дегеніміз не? Яғни сіздерді маркетплейстерге сауда жасауды үйретеміз деп жатырық қой. Заманауи деген сол маркетплейстің синонимі сияқты ғой, яғни маркетплейс дегенімізді сіздерге түсіндіріп кетейін. Ол біздің Каспи ғой. Сіздер Каспиден телефон, техника аласыздар, даже қазір тамақ алуға болады ғой. Соның бір үлкен компания сатпайды, соны өзіміз сияқты қарапайым адамдар сатады да. Яғни өзінің товарын бар болса да, жоқ болса да Каспиге қояды, біз содан сатып аламыз, все. Оңай сияқты бәрі, бірақ бұл да оңай емес. Бұны білу керек, білім алу керек, зерттеу керек. Яғни бұда жұмыс жасасаңыз да машақаттар көп, яғни. Оның барлығын сабақта түсінесіздер қысқасы. Сол сияқты маркетплейс дегеніміз, Каспи ол маркетплейс. Сол сияқты маркетплейстер өте көп. Яғни Wildberries бар, Озон бар Каспиден басқа. Сіздер Каспиде Қазақстанның ішінде сауда жасасаңыздар, Wildberries СНГ-ның ішінде. Озон уже Европада сауда жасайсыздар, яғни Европаның нарығына шығасыздар деген сөз. Жаңа айтып жатырмын ғой, СНГ-де, Европада сауда жасасаңыз да, Қазақстанның ішінде Каспиден сауда жасасаңыз да, барлық удобство бар сол сауда жасауға. Бұл жұмыстардың мен плюстерін естіген кезде мен вообще шоке болдым. Яғни бұл жұмыстың басты плюстерінің бірі, бұл жерде товар алудың қажет жоқ та. Яғни сатасың, сосын товарды аласың. Бұрында қандай бірінші товар жинап аласың? Ол өте ма, өтпей ма білмейсің. Содан кейін саудан бастайсың да, бұл жерде риск минимальный. Бұрында товарды алып, сол жаңа айтқандай, товар өтпей қалса қанша миллионға қадаламыз да. Ал бұл жерде просто суретін салып қой, отыр, сатылса алып, соны салып жібер. Солай жұмыс істейді да бұл жерде. Бастысы бірақтан білу керек, сол товар қай жерде арзан сатылады, және сол товардың полный себестоимостын шығарсаң болды. Ол себестоимост қалай шығарамыз, барлығын сабақта үйренесіздер енді. Толық айтпай-ақ қойын. Екінші плюсы, любой жерде жұмыс жасай аласың да бұл жерде. Кайф қой, любой жерде отырасың, жұмыс жасай бересің. Яғни товарың өтеді, товарың өткеннен кейін барлығын сізге fulfillment жасап береді, яғни товарыңызды алатын жерден алып кетеді, оны складқа апарады, упаковкасын жасайды. Яғни сіз кез келген ауылда жүрсеңіз де, сіз жұмыс жасай бересіз. Тек интернет болса болды, өзіңіздің соткаңыздан қарайсыз, барлығын сол жерден басқара бересіз.
короче кайф бұл жұмыс, мен вообще шоке болдым. Үшінші нәрсе, мені ең қызықтырған плюсы бұл жерде ақшасы болды. Яғни бұл жерде ақшадан шек жоқ екен да. Яғни мен сұрағанда вообще сен қанша табасың дедім да. Енді мен 5 миллион теңге, енді оборотымды айтпай ақ қойын, чиста табыс 5 миллион теңге дейді да. 5 миллион теңгенің өзіне мен ема деп қалдым, бірақтан вообще шек жоқ деді. Яғни сен 300 мың теңге ғана табуыңа болады деді да. Бір-екі жақсы өтілетін товарды сақ қой, сол күнделікті сата бер, ол өтпей қалса басқасын сақ қой, 300 мың теңгемен жүрсең болады деді. Ал даже жаңағыдай 5-10 миллион теңге табам десең, прям соған кір, соны прям күнде зерте, күнде новый товарлар сал, нишаңды зерттей бер, өтіп жатса да басқа нишаға өт. Яғни 5-10 миллион теңге чиста пайда табу үшін солайынан кәдімгі жауапкершілікпен барыңды салып, уақытыңды салып, жұмыс істесең оны да табасың деп тұр да. Ал енді мен 100 миллион теңге табатын адамды таптым да. Яғни мен бұл жерде жүргеніме өз біраз уақыт болды, и мен 100 миллион теңге табады. Енді бірақ оборот оның 100 миллионнан асып жатқан, чиста пайда 30-40 миллион теңге ғой. Бірақ сондай адамдарды көрдім да, айтқым келіп отқан, бұл жерде әр адамның өзіне аппетитіне, яғни қалай тапқысы келеді, соған байланысты табады екен да. Сондықтан да мен соны естігенде, барлығын естіген кезде мен вообще шоке болдым. И сондықтан да мен осы блогерлікте жүре беруіме болатын еді, бірақ блогерлікті де бірге алып жүрмін, шүкір осы жұмыспен. Еще мен осыған прям басыммен кірдім ғой. И соңында блогерлікте вообще не алып жүргенімді түсінбей қалдым. Шынымен айтайын, блогерлік қызық емес болып қалды. Вот 22 жасар бала ашығын айтқан кезде сол моментте менен көп ақша табатын. Сондықтан да мен сіздерге қазір бір фуфло, әшейін бір ақша табу үшін осыны алып кеп беріп отқан жоқпын. Реально жұмыс жасасаң, жауапкершілікпен қарасаң, еңбектенсең, шек жоқ, ақша табасыздар. Енді бүйтіп айтпай ақ қойын сіздерге, өздеріңіз көз жеткізесіздер осыны жұмыс істеп бастасаңыздар. Вот заманауи сауда деп айтып жүргенім осы. Яғни сіз осы заманауи сауданы осы курста сіздер үйренесіздер. Қазақстан нарығында да сауда жасап, СНГ нарығында да, Европа нарығында да оптовик болам десеңіз, Қытаймен бизнесте жасап үйренесіздер. Бірақтан сіздер кәсіп ашпасаңыздар да, бұл жерде өте көп пайдалы зат алып кетесіздер. Ол қалай? Мысалға бізде Trendyol деген сабақ бар. Trendyol деген ол Турцияның сайты, Турцияның оптовиктерінің сайты деп айтайыншы. Ол жерде сіз кез келген товарды, кез келген дегеніміз кез келген прям өзіңізге керекті киім болсын, балаңызға керек киім болсын, үйге керекті жарақтар болсын, машинаға керекті жарақтар болсын, кез келген, былайынан айтқан кезде сантехника, электрика десеңіз де, сол жерден оптом емес, штуктап өзіңізге керек мөлшерде заказ беріп ала аласыз. Бұл жерде пайда сіздерде ақша үнемдеу. Яғни сіздер қаншама ақшаңызды осымен үнемдеп қала аласыздар. Яғни біздің даже барахолкада, Алматының ең арзан Қазақстанның барахолкасынан 2-3 есе арзан товарларды тауып өздеріңізге заказ бере аласыздар. Сонымен қатар Қытайдағы Пиндоды, дәл сол Trendyol сияқты, бірақ уже Қытайдың сайты, оптовиктердің сайты, дәл сол сияқты кез келген ол жерде товарды таба аласыздар. Солайынан сіздер ақша үнемдейсіздер. Сосын Қытаймен бизнеске жеке тоқталып кетейінші. Қытаймен бизнес істегеннің несі жақсы? Сіздер қараңыздар, Каспиде жұмыс істеп жатсыздар, товар сатасыздар, Wildberriesте жұмыс істеп жатсыздар, и жаңағыдай Озонда жұмыс істеп жатсыздар. Сіздер барлығын барахолкадан аласыздар, и барахолкада бәрібір де сіздерге пайда аз түседі. Барахолкадан алсаңыздар пайда түседі, бірақ аз түседі. Егер Қытаймен жұмыс істегенге, Қытаймен жұмыс істеумен салыстыратын болсаңыздар, түсіну керек та, барахолка Қытайдан алып келеді товардың барлығын. Ал сіздер прямой Қытаймен жұмыс істей аласыздар. Ол жерге уже ақша керек, яғни оптом заказ бересіздер сіздер ол жерден. Уже бұл ақшасыз бизнес емес, уже ақшамен, бірақтан үлкен бизнес тұр да. Қысқасы, бұл жерде ақшасыз кәсіп бастаймын десеңіз де, кәсіп бастайсыз, ақшамен оптым сатам, оптовик болам десеңіз де кәсіп бастайсыз, кәсіп вообще бастамайым десеңіз де, бұл курс сізге өте пайдалы. Жаңа айтқандай, қаншама ақшаңызды үнемдеп қала аласыз. Енді ақшасыз бизнес дегенге тоқталайықшы. Енді көбісі, почти бір 60-70% сол кәсіп бастаса, ақшасыз бастағысы келіп отыр. Өйткені көбісінің ақшасы жоқ. Вот соны қалай бастауға болады, сол жайлы түсіндіре кетейін мен. Бағана айтқанымдай, сіздер базарда сауда істеп жатқан жоқсыздар. Товарды контейнерге толтырып қажет жоқ. Ең бастысы әдемі инфографика, яғни суретін жасап, жақсылап описаниясын жазып, ключевой сөздерін қосып, товарды маркетплейске жүктесеңіздер болды.
товарыңыз өтеді, бірақ сосын алып, сатып алып, салып жіберу керек. Басты сол өткен товарыңызды қай жерде қаншаға сатылатынын біліп алсаңыз болды. Жаңа айтқандай себестоимостьті шығарып аласыз. Содан кейін өзіңіздің үстінен көргіңіз келген бағаны қоясыз. Вот солай үстінен пайда көріп сата бересіз. Яғни штуктап сатып алып, саудаңызды жүргізе бересіз. Яғни ақшаңыз бар ма, жоқ па, маңызды емес. Басты өзіңіз қолға алып, өз-өзіңізге сеніп, бастап кету керек та. Барлығы одан кейін уже айтады ғой, көз қорқақ, қол батыр деп жатады. Вот көз қорқақ, қол батыр шынымен. Қолыңызға алып осыны қорқып отыра бермей істеп кетсеңіз, басы шынымен қиындау болады, ақшасы бастап жатқаннан кейін. Бірақтан сіз бұны бәрібір алып кетесіз. Мен сенімдімін бұған. И тағы да ақша мәселесі. Именно Wildberriesке келгім келіп тұр. Барлығы сразу Wildberriesке өткісі келеді, Wildberries деп. Білмеймін Wildberriesке неге қадалып қалғанын, бірақтан Wildberriesке өткісі келеді. Сол жайлы айтып кетейін мен. Wildberriesте регистрация жасау, яғни магазинді ашу, яғни сол жақта селлер болу дейді ғой. Сол 240 мың теңге тұрады. Бірінші бірақтан 240 мың теңге төлейсің, магазинді ашасың, содан кейін жаңағы схемамен жұмыс істеп кете беруге болады. Бірақтан бұл жерде ең бастысы 240 мың теңге болып тұр ғой, уже бұл ақшасы бизнес бастауға жатпайды. Уже сен 240 мың теңге салып тұрғаннан кейін да. Сондықтан да егер сіз сразу Wildberriesке кіретін болсаңыз, сіздің де ақшаңыз болатын болса да, мен керек жоқ деп айтам да. Өйткені сіз вообще маркетплейстің структурасын білмейсіз. Қалай бірінші товарыңыз өтеді, оны қалай салып жіберу. Яғни сіз барлығын осы видеолардан көресіздер, бірақ та сіздерде әлі практика жүзінде жоқ, бірақ сіз уже 240 мың теңге салып қойғансыз. Яғни сіз білмейсіз ғой, бұл жұмыс сіздікі ма, сіздікі емес па. Кейбір кезде болады, бір адамдарды саудаға икемі деп айтпайыншы, желание жоқ, просто әшейін бір-екі рет істеп көрді, мынау менікі емес екен, өзім жұмысымды істей берейін деп. Сондай адамдар да болады. Яғни сіздер Wildberriesке кіріп не қыласыздар? Тегін Каспи тұр, тегін Озон тұр. Соны Wildberriesте ойлайды барлығы көп ақша бар, ойбай Wildberriesте жұмыс істесең ақша жоқ, ондай. Каспиде де сондай ақша, Озонда да сондай ақша. Мысалға ғана келтіріп кетейін. Мысалға мен өзім бұл жерде сіздерге енді үйретпеймін. Неге? Өйткені мен сіздерге алып келіп сіздердің ұстазыңыз қылып отырған адамдар Қазақстан бойынша ең жоғары результат көрсетіп жүрген осы Каспиде, яғни обороты жоғары адамдар сіздерге ұстаздыққа қойып беріп отырмын. Яғни Каспиге алып келетін болсақ, Каспиден бір жылда 100 миллион оборот жасап, 30-40 миллион чисто табысқа шыққан ұстазымыз Дана ханым, оны сіздер уже таныса жатасыздар алдағы уақытта. Дана ханым вообще Wildberriesке кірмей маған не қыламын, мен Қазақстан ішінде маған былай жетеді дейді да. Озон, оны кім істеп жүр? Диас, оны да ұстазды білесіздер. Wildberries қазір қиындап кетті, складтар мынандай болып жатыр, мен Озоннан ақ маған жетеді деп отыр да. Яғни Wildberriesке былайынан жертва маркетинга деп айтады ғой. Яғни сіздер сондай болмаңыздаршы, Wildberriesте көп ақша дегенді алып тастаңыздар. Кез келген, мынау біздің үйретіп жатқан, біз 6 бизнес түрін үйретіп жатыр. Кез келгенде Wildberriestен ақша көп болмаса аз емес. Сондықтан да өзіңіздің күшіңізді бірінші тегін тұрған затқа салыңыздар. Яғни тегін тұрған затқа практика жасаңыздар. Содан кейін Wildberriesке кірем десеңіз, пожалуйста да, уже сол жерден оборот жасаңыздар, сол жерден ақшаңызды алыңыздар, сол жасаған ақшаңызбен Wildberriesке кіріңіздер. Вот сондықтан да осы Wildberriesке осылайна мен тоқталып, точкасын қойғым келді да, барлығы Wildberries деп кеткеннен кейін. Ал уже сіздер үлкен оборотқа шығам десеңіз, бұл жерде яғни басында ақшасыз бастайсыздар, одан кейін ақша оборот айналғаннан кейін барлық осы біздің білімді барлық маркетплейстерді қолданып уже сіздер жұмыс жасап жатсыздар. Енді сіздер үлкен оборотқа шыққыңыз келеді. Ол кезде уже сіздер Қытаймен, Турциямен жұмыс жасап бастайсыздар. Яғни уже оптым прямой Қытайдан, Турциядан заказ бересіздер. Ол сабақтың барлығы бізде бар. Яғни сіздер с нуля бастайсыздар. И үлкен кәдімгідей саудагер болғанша сіздерге бүкіл осы жерде білім бар деп айтқым келіп тұр. Оның барлығын сабақта көрген кезде түсінетін боласыздар. Содан кейін айта кететін зат, бұл сабақ 6 ай сіздерде болады. Яғни мен сабақты әдейі 6 ай досып бердім. Өйткені сіздер осының барлығына пошагово істеп болам дегенше, барлығын үйренем дегенше 6 ай уақыт керек, как минимум деп айтайын, или как максимум. Яғни 6 айда сіз толықтай біліп шығасыз осыны. Яғни сіздер ақшасыз Каспиден бастаңыздар, жай Озонға өттіңіздер, Wildberriesке өттіңіздер, Қытаймен бизнес жасап жатсыздар.
осының барлығын жай пошагово істеп болам дегенше сіздерде сабақ болады ғой, яғни сондықтан да мен осының барлығына Алтай Досов сіздерге сабаққа бердім. Сіздер чтоб кейбір кезде мынандай проблемалар болады. Тағы да бір себебі Алтай Досов беруімнің, мысалға Каспийде Озонда тегін болғанмен ол жерде магазин ашуға кейбір кезде отказ келеді сіздерге. Оның барлығын сабақтарда түсіреміз. Отказ келген кезде қалай жұмыс жасау керек? Отказ деген ол все приговор ма? Болды, сіздерге вообще ол жерде магазин ашуға бола ма, болмай ма, барлығын сабақта түсіндіреміз. Бірақтан сразу айтып кете салайыншы. Отказ деген ол болды, отказ мен бұл жерде ашамаймын деген сөз емес. Әр апта сайын жіберіп отыру керек. Тағы айтамын, сабақта түсіндіреді оның барлығын. Жіберіп отыру керек. Вот қысқасы 1 айдың ішінде, 2 айдың ішінде сіздер сол жақта магазинға одобрение, ашуға одобрение алып болғаннан кейін сіздер бастайсыздар. Сол кезде де сіздерге осы Алтай Досов бергеніме сіздер рахмет айтасыздар. Сол кезде уже енді бастап жатсаңыздар, сіздерде әлі сабақ тұрда, яғни тез мен магазин ашып үлгеруім керекпін, сабақтар жабылып кетеді деп уайымдамайсыздар да. Алтай Досов бар. Кез келген кезде уже бастап, кез келген кезде осы сабақтарды көріп, түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады да уже. Яғни Алтай Досов сіздерге өте дұрыс нәрсе, ыңғайлы нәрсе. Айтпақшы, негізі бұл курс ең бірінші кәсіп ашуға ақшасы жетпейтін адамдарға арналған ғой. Көбінесе соларға акцент қойдық та. Яғни жағдайлар, ашық айту керек, төмен адамдарға ашында солар мінекей жұмыс істесінші, солар вот бастасыншы кәсіпті деп соларға акцент қойдым. Яғни Алтай Досов деп айтып жатқаным, вот солар с нуля бастап жаңағыдай жақсы уже оборотқа жақсы ақша тауып бастағанша осы Алтай Досов өте жақсы көмектеседі. Вот сондықтан да асықпай сабақты көріңіздер, барлығын түсініп болғаннан кейін сол магазиндеріңізді ашыңыздар, еш жаққа ашықпаңыздар, сіздерде сабақ Алтай тұратын болады. Ал енді кәсіп емес, сіздер жайлы әңгіме айтайықшы. Неге сіздер жайлы? Өйткені сіздер қазір думкадасыздар. Бастайын ба, бастамайын ба, шын ба, өтірік па деп әлі отырсыздар ғой. Вот іштеріңізде қорқыныш толып тұр. Сол қорқынышты жеңбей, сіздер бұл кәсіпте дым таба алмайсыздар. Сондықтан да дәл қазір мұқият тыңдаңыздар. Бұл кәсіпте қорқақтарға орын жоқ. Вообще қорқыныш дегеніміз не? Қорқыныш қайдан шығады? Қорқыныш білмегендіктен, неизвестность деп айтады ғой. Қорқыныш білмегендіктен шығады. Яғни сіздер бір қараңғы бөлмеде тұрсаңыздар, ішінде дым жоқ болса да, сіздер қорқасыздар бүйтіп. Бір жерге соғысып қалам екен депші. Вот қорқыныш дегеніміз сол да. Сіздерде қазір іштеріңізде сол тұнып тұр да. Қазір бір жерге соғысып қалсам не болады деп қорқып тұрсыздар. Жылақтап дейді ғой. Вот сол қорқынышты сіздерге жеңу керек. Енді мен өзім іштей сенем, сол қорқынышты біздің берген білімнен сіздер жеңіп шығып, сол білімді қолданып, Құдай қаласа жақсы табыс, материалдық жағдайыңызды жақсартасыз деген үміттемін. Бірақтан бәрібір де қазір осы қорқыныш жайлы әңгіме етейік, қорқыныштарыңызды жеңейік. Негізі бай болу үшін сіздерге 2 қасиет керек. Біріншісі ол жауапкершілікті өз мойныңызға ала білу, екіншісі тәуекелге бара білу, яғни риск жасай білу. Вот осы 2 қасиет болмаса сіздер бұл кәсіпте де или басқа кәсіпте де еш нәрсеге жете алмайсыз. Сондықтан да бірақтан тәуекел деген жаңағы Валберсті айтайыншы, 240 мың деген тәуекелге барам мен деп салып жібермеңіздер. Тәуекелге бару деген ол емес. Тәуекелге бару бірінші сол кәсіпті зерттеп, сол кәсіпті біліп, сосын жауапкершілікті мойынға алып, содан кейін ол тәуекел жасасаңыздар, вот сол кезде негізі жаңағыдай жауапкершілікті алып, сосын барып тәуекел жасасаңыздар, енді кедей болып қалу мүмкін емес деп ойлаймын өз басым. Ал енді ең бірінші сіз не үшін кедеймін, неге менде ақша жоқ деген сұрақ қойдыңыз ба өзіңізге? Кедейлік вообще қайдан шықты? Кедейлік Алланың жазғаны ма сонда? Вот осындай сұрақтар мазаламай ма сіздерді? Сондай сұрақтар кезінде мен өзіме қойғам. Ізденіп отырып жауабын таптым ғой соны. Ойлаңыздаршы, Абай атамыз айтады екен да, Алла біреуге байлық беріп, или біреуге бермейтін саудагер емес дейді да. Ойлаңдаршы, не деген астар жатыр мынаның астында. Байлықты жаратқан Алла, кедейлікті жаратқан Алла дейді да, бірақ сені кедей қылған Алла емес дейді. Бұны мен емес айтып жатқан Абай атамыз. Омар Жәлел ағамыз айтып жатыр да, кім кедей болады дейді.
ол өзін танымаған адам кедей болады дейді да. Адам өзін таныса дейді, ол өзінің бойында қаншама қабілет, қаншама потенциал бар екенін білетін еді дейді. Яғни адамдарда дейді да, істей алмаймын, қолымнан келмейді деген ойлар вот осы өзін танымағанда деп тұр да. Кедейлік деп ол ойдың кедейлігін айтып жатыр да, мидың тарлығын, білімнің жоқтығын айтып жатыр. Адам істеймін десе және сол үшін әрекет жасаса, білім алып, қандай да бір кәсіпті зерттеп, соны жасап, көріп, тәуекел етсе, жауапкершілікті мойнына алып, менің қолымнан келеді, менің қай жерім кем десе, ол адам міндетті түрде материалдық байлыққа жетеді деп тұр ғой, короче. Абай атамыз айтады да, Құдайдан мал тілейсің дейді, берсе алмайсың дейді еще. Яғни сіздер Құдай береді деп қазір отырсыз да, бірақтан Құдай уже сізге беріп қойған деп тұр да. Енді айтып жатырмын, күлесіздер да, берсе алмайын ба депші. Но Құдай берді деген не? Сонда Абай атамыз айтады да, Құдай саған мал табу үшін бірінші күш қуат берді дейді да. Қаншама күш қуаты бар адамдар тепсе темір үзетін, бірақ сол қуатты не үшін бергенін білмейді. И дальше айтады, даже сенің ниетің дұрыс болса да, сол қуатты сен жұмысқа салып жатсың да, сол қуатты дұрыс жұмсамайсың дейді. Қаншама адамда қуаты жетеді, және сол қуатты жер қазып, стройка істеп, болмаса базарда отырып құртады. Сол жерде Абай атамыз тағы да жалғастырып жатыр да, жарты жолда қалдырып кетпейсіздер, түсіну үшін айтып жатыр да, саған Құдай тағы не берді дейді. Саған сол қуатты орнымен жұмсауды үйрететін ғылым берді, оны үйренбейсің дейді. Не деген сөздер? Негізі түсініп қарасаңыздар, өте терең сөздер да. Бұны қайта тыңдау керек сіздерге. Енді менің өзімнің айтқым келгені, осының барлығын жинап сіздерге түсіндірген себебім, сіздер жұмыс жасап жүрсіздер ғой, енді ниеттеріңіз түзу. Бала шағамды асыраймын, нан табамын, ата-анамның өмірін жақсартамын деп жүрсіздер. Және бар күшіңізді соған саласыздар. Но күшті дұрыс қолдансаңыздар, осы біздің берген сабақтан меңгерсеңіздер және қорықпай бастасаңыздар, Алла көріп тұр ғой, сіздің материалдық жағдайыңыз 100%-ға өзгереді. Неге қорқыныш жайлы айтып жатырмын? Өйткені көп адамдар, мен сіздер бірінші үйретейін деп отқан оқушыларым емессіздер, осының алдында да оқушыларым болған. Сол кезде барлығы істеп кетті деп айта алмайын, істеп кетпеген адамдар бар да, сонда солардың қорқыныштары неде деп ойлаңыздар. Сондағысы просто ИП ашудан қорқып қашып кеткендер бар да. Мен айтам оларға, сен қалай бизнес ашамын деп маған келіп тұрсың деймін да. Бір ИП-ны үйде отырып ашатын, егер болмай қалса жарайды, үйде отырып жаба салатын ИП-дан қорқасың, сен қалай бизнес ашам деп тұрсың деймін да. Шын қазір ИП-ны үйден ашып, үйден жауып тастауға болады да, налог деген жоқ ашын. И мен таң қалам да, қалай бұлар бизнес ашам деп жүр. Вот сондай мелочь заттан қорқып, уже соны проблема санап, уже бизнес жоқ, мен бастамаймын деп кеткен адамдар да. Сондай қорқыныштарыңыздың барлығын алып тастау керексіздер да, сондай мелочь қорқыныштар бұлардың барлығы. Мен сіздерге айтып отырмын, ақша салмай-ақ қойшы деп тұрмын да. Бұлай басаш, бұлай міне суретін бұлай саласың, бұлайнан міне тіркелесің, бұлай описание жазасың, бұлай барлығын бұлай істейсіңдер деп барлығын көрсетіп беріп отырмын. Риск жоқ бұл жерде деп тұрмын да. Әшейін мелочь заттардан қорқып кететін адамдар бар бұл жерде. Вот сондай қорқыныштарыңызды алып тастау үшін осының барлығын айтып жатырмын. Қорықпаңыздар. Ақша табам деп, қаяқтан табам деп қашан жүре бересіздер деп жатырмын. Мен сіздерге көрсетіп тұрмын, мінекей былай табады деп. Просто істеу ғой, шайнап беріп тұрмын, істеу. Вот қыздар, жігіттер, істеңіздер деп айтқым келіп тұр да. Проблемадан қашпаңыздар. Алдарыңыз әлі қаншама проблемалар болады. Сол проблемадан қорқсаңыз, вообще бастаудың қажет жоқ, егер уже қорқып тұрсаңыз. Вообще проблемадан қорқатын адам бұл бизнес деп айтпайын. Вообще өмірде жақсы нәрсе ала алмайды, ақша таба алмайды. Вот қыздар, жігіттер, вот сіздер қазір қорқып тұрсыздар, сол қорқыныштарыңызды жеңу керексіздер бірінші. Одан кейін сіздер осы істі бастағаннан кейін алдарыңызда қаншама проблема шығады. Негізі кәсіпте проблемасыз кәсіп деген жоқ, проблемасы кәсіп деген жоқ. Сондықтан да проблеманы проблема қылып қарамай, смело проблемама шешіп тастаңыздар. Проблема келді, ой білейін, бұл керек емес демеңіздер.
келді шешуге тырысыңыздар емес, шешіңіздер соны. Сол кезде осы кәсіптен біз үйреткен заттан үлкен нәтижеге жетесіздер, үлкен ақша табасыздар. Шынымен мен кәдімгідей іште жанып сіздерге сөйледім да. Енді осы сөйлегенім қаншама еңбегіміз, айтып жатырмын, приложение ашып жатыр, қаншама видеоның барлығын басынан түсіріп, сіздерге үлкен деңгейде сабақ беріп жатыр. Соның барлығы біздің сіздерге берген еңбегіміздің барлығы құр кетпесін. Және де біздің берген еңбегімізді ойламай-ақ қойыңыздар. Өздеріңіздің жасаған еңбектеріңізді қаншама жылдан бері қаншама істі бастап көрдіңіздер, болмады, қаншама жыл осылай жүріп келдіңіздер ғой енді. Соның барлығы тоқтайтын уақыт келді. Бастаңыздар. И все. Білмеймін, не айтайын сіздерге. Осының барлық қорқыныштың жеңу үшін, осыны сіздерге бастату үшін тағы да не айтайын білмеймін. Шын жүректен айтамын. Егер біздің істегенімізді пошагово істеп, соның барлығын тек білім алып қана қоймай, теория жүзінде қалдырып қоймай, практикада қолдансаңыздар, Алла өзі берекесін сіздерге береді. Яғни әрекет бізден, берекет Алладан. Ал қыздар, жігіттер, біз оқуымызды бастаймыз, оқуымыз ашық деп жариялаймын. Сәттілік баршаларыңызға. Алла қолдасын.